Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен үшінші көйлекті көретін боламыз. Осы видеоның бір шетіне көйлектің суретін салып кетемін. Бізде рекаламыз осындай бөліктерден тұрады. Мынау бізде артқы бойдың кокеткасы, мынау алдыңғы бойдың кокеткасы. Одан кейін мынау біздің алдыңғы бойымыздың етегі, мына артқы бойдың етегі және артқы бойдың мойын өңірі мен алдыңғы бойдың мойын өңірі. Сосын осындай жеңнен тұрады біздің көйлегіміз. Енді осы детальдарымызды матаға қойып пішіп алатын боламыз. Біздің матамыз осындай мынау купра, ХБ купра матасы, негізі жуып тіккен дұрыс. Мен қазір үтіктің буымен үтіктеп аламын. Содан кейін тіге беремін. Енді мен қазір жұмыстамын, бұны жуып тұра алмаймын. Енді бізге мынау мойнына кішкене желбірге басқа түсті бір мата салғым келіп тұр. Мендегі бар осы атлас мата екен. Меніңше мынау екеуінің, мынада жасыл бар, мынау жасыл мата, екеуі бір-біріне келеді деп ойлаймын. Осы матаны сала беремін. Енді сіздер өздеріңізде қандай мата бар, штапель болса штапельді де салуға болады. Однотонный мата болса бола береді. Енді осы матамыздан біз лекаламызды қойып, көйлегімізді пішіп алатын боламыз. Қазір мынау менде мата 3 метр мата, нақты шығынды сабақтың соңында жазып кетемін. Қадымдар, енді көйлектің суретін сіздерге видеоның басына қойып қойдым. Қандай көйлек екені біздерге көрініп тұрады. Бізде осы кеуде тұсында кокетка бар. Кокеткадан былай қарай бізге көйлектің ұзындығы, етегі сплошной кететін болады. Сол себептен осы кеуде, мынау бізде высота груди деп аталады. Кеуденің ұшы, содан төменге қарай ұзындықты өлшейтін боламыз. Ол үшін лентамның бірден басталған жағын төменге қарай жіберемін. Қаншалықты ұзындықты қалайсыздар, сол ұзындыққа дейін бір дегенді түсіресіздер. Тобыққа дейін болса, тобыққа дейін, болмаса французский длина қаласаңыздар, сол ұзындыққа дейін жібересіздер. Қазір мынау менде 108 болып тұр ұзындық. Міне осы 108 ұзындықты мен қазір матамнан пішіп алатын боламыз. Біз көйлегімізді ең бірінші етегін пішіп аламыз да, ал кішкентай детальдарды артынан содан кейін пішетін боламыз. Не ханымдар, матамның ені 50 сантиметр, ашқан кезде 1 метр болады. Енді бұдан да аз қылуға да болады, көп қылуға да болады. Көп қылсаңыздар, бірақ негізі слишком көп қылудың қажеті жоқ. 90, 80, сол 1 метр нормальный деп ойлаймын. Себебі адамға складка көп түсіп кетсе, адамның денесін үлкен қылып көрсетіп жібереді. Сол себепті мен бағана етегімді өлшеген кезде менде 108 сантиметр шыққан болатын. Осы матамды жайып қойып, матамды жайып қойдымдағына осы жерден белгі сызып қойдым. Себебі ол жерде менде 108 сантиметр жоғары жақтың 1 сантиметр тігісіне және төменгі жақты 2 сантиметр айырып тігетін боламыз. Сонда 110-111 қылып осы жерден сызып қойдым. Енді міне ханымдар, жаңағы менің белгілеп қойған 110-111 сантиметр жеріме мынау лекаламды, мынау басталған жерін қоямын. Себебі біз ұзындықты осы жерден бастап өлшедік. Ал мынау біздің тек қана қолтыққа кететін ұзындығымыз. Ол біздің юбкамыздың ұзындығына жатпайды. Сол себепті енді осы матаның барлық бүктеген ширинамды пішу үшін мына жағы қолтығына тігетін боламыз. Ал мына жағы бізде сборкаға кететін болады. Тура осыны осылай қоямын, былай қиып аламын және алдыңғы бойды қиямындағыны мына ұзындығын жаңағы 1,8 сантиметр ұзындықты осылай қиып дайындап аламыз. Нехандар, етегін қиып алдым, шатасып кетпес үшін алды деп бормен жазып қойдым. Енді тура осылай жаңағы артқы бойдың етегін қиып аламыз. Ханымдар, мен шатасып кетіппін. Жаңағы менің пішіп алғаным артқы бойдың етегі. Мынау енді алдыңғы бойдың етегі. Ол мына жағы бүктеліп пішу керек. Тігісін алып тастаймын лекалады. Сол кезде түсінікті болады. Енді бұны мен теріс бетінен қоямын. Мұны сызық сызып қойдым. Сол сызыққа туралап. Енді осы теріс бетін қойып, осыны қиып аламыз мына жағын және былай ұзындығынан. Ханымдар, матаның қалған шетінен бүктеп қойдымдағы мына артқы бойдың кокеткасын бүктеп пішеміз. Алдыңғы бойдың кокеткасының екеу керек болады. Тура осы тұрсында қиып дайындаймыз. Ханымдар, ендігі кезекте мына алды мойын өңірі деген бізге үстіне аптачка қылып тігетін боламыз. Артқы мойын өңірі мен алдыңғы мойын өңірін мына жерін бүктеп пішеміз. Мына бізге 2 деталь керек. Флизелен жабыстырып, қазір өңдейтін боламыз. Тура осы тұрсында да. Ханымдар, жаңағы біздің етегіміздің жанынан қалған бөлікті осылай бүктеп, 2-ге бүктеп қойдым. Соның үстіне осы жеңімізді қойып жатырмын. Осылай пішіп аламын. Енді мен негізі мына жеңді кең қылып жасаған болатынмын. Мына деталь құр қалмасын деп мен жеңді кішкене ішке қарай кіргізіп жатырмын. Енді сіздерге
кәдімгі осы жең қалай тұр солай жасап беремін. Егер мен сияқты пішкілеріңіз келсе, шетінен 2-3 сантиметр қайырып жіберіп піше бересіздер. Қатты маған кең жең керек емес, бірақ суреттегі жеңнің шамалы суреттегі жеңде шамалы кеңдігі бар. Енді мынау менің пішіп тұрғанымда қатты тырс тұратын жең емес, кеңдігі бар әжептәуір. Сол себепті енді қарап көресіз. Қандар жеңдегі мынау орта бөлік деген сызығы, сол сызықты осылай белгі жасап кетеміз. Жеңді қосқан кезде ол керек. Мынау сызығымыз алдыңғы жақтың бөлігі деген сөз. Ол жерге де кішкене тілік жасап белгі қойып кетеміз. Қанымдар, енді біз көйлегімізді құрастыруға кірісеміз. Ол үшін біз мына алдыңғы бойдың кокеткасы мен артқы бойдың кокеткасын бір-біріне қосып тігіп алуымыз қажет. Енді бірінші мынау біздің өңіріміз, алдыңғы өңірі және артқы өңірі. Осы 3 детальма мен флизелін жабыстырып дайындап алдым. Бұны қазір қоя тұрамын. Енді мынау артқы бой мен алдыңғы бойдың иықтарын қосып шығамыз. Мынау міне осылай алдыңғы бойдың кокеткасы мен артқы бойдың кокеткасын иықтарын қосып тігіп аламыз. Міне ханымдар, иықтарын қосып тігіп алдық. Енді осыны иығымыздың тігісін оверлоктап шығамыз. Одан соң мынау біздің неміз бар ғой, өңіріміз, аптачкаларымыз, соның мына шетін оверлоктаймыз. Мына шеті бізде көйлекке иығына және алдыңғы бойға тігіледі. Мына жағы етегін кокеткаға тігіліп кетеді. Сол үшін мына шетін оверлоктап аламыз және артқы бойдың аптачканың төменгі жағын оверлоктап аламыз. Міне алдыңғы бойды екі шетін, артқы бойда төменгі шетін. Сосын иық тігістерімізді. Қанымдар, міне шеттерін оверлоктап келдім. Енді қараңыздар, бұны қоя тұрамыз. Енді бізге осындай лента керек болады. Егер мынау матаның толықтай ширинасы бар болса, сол ширинаны толықтай өзін ала беріңіздер. Енді мынау лентаның енін мен қазір 5 сантиметр кесіп алдым. Сіздер 6 сантиметр, 7 сантиметр енді өз қалауларыңыз бойынша кесіп ала бересіздер. Енді мынаны бүрме жасамаймыз, кәдімгі складка түсіретін боламыз. Енді мынау лентамыздың тура ортасын бүктеп алдым, кәдімгі складка жасаймыз. Мынау мендегі атластың шамалы қалыңдау түрі. Сіздерде енді қандай мата бар, оны білмедім. Мынау менікі кішкене қалыңдық қылады екен. Сіздер жұқалауын ала берсеңіздер болады. Міне складкаға осылай жинап шығамыз. Осылай инемен түйреп кетемін. Қазір үстінен тігіспен тігіп шығамыз. Мына складкаларымды прямо есептеп отырған жоқпын. Көз жобамен бірге қылып жасап жатырмын. Міне осылай екі складканың арасы 0,5 сантиметр ашық қыларымдағыны қалғанын былай қарай түйреп шығамыз. Мынау ортасынан екі жаққа қарай осылай складка түсіріп қоямыз. Мына жағынан және алдыңғы бойға. Біздің мынау ұзындығымыз осы алдыңғы бой мен мойын, сосын келесі алдыңғы бой. Соған жету керек болады. Қазір мен оны өлшеп қарап жіберейін. Менікі жетпей қалатын сияқты. Себебі мендегі мынандай лента матаның енінен жартысынан алынған екен. Сол себепті менікі 1 метр болып қалады ширинасы. Онда мен тура осындай тағы бір лента аламын да арқасына тігіс түсіретін боламын. Енді сіздер полный 1,5 ширинаны ала берсеңіздер тура келеді. Енді басынан тағы бір лента алып, соның екеуін қосып. Ал ханымдар, міне осылай складка жасап алдым. Енді мына тура ортасына тігіс түсірдім. Жаңағы екі лента кесіп алдымдағыны сол екеуін біріктірдім. Енді бірінші, егер бір ширина жетпесе, екі лента қиып алып, ортасына тігіс түсіріп шығасыздар. Мынау біздің
пакеткамыз артқы бойдың тура ортасын тауып аламыз. Осы жерге белгі қоямыз. Енді қазір оңай болу үшін мен мынау складкаларым бар ғой, осының үстінен бір тігіс жүргізіп шығайын. Сол кезде қазір тігетін кезде инелер кедергі жасамайтын болады. Инелерін алып, үстінен бір тігіс жүргізіп шықтым. Енді мынау жаңағы біздің артқы бойдың мойнын таптық. Сол жерге осы тура ортасын инемен түйреп қоямыз. Инемен түйреп қоям. Енді мынау біздің аптачкамыз бар ғой, соның иықтарын қосып алайын. Мынау бір аптачка, мына оверлокталған жағы бізде шетте тұрады. Екеуінің ұзындықтары чуть разница болып қапты. Енді мына аптачканы тігіп аламыз.